Саламатсыздар ма оқушылар, сіздермен бірге Айнұр апай. Бүгінгі видеода 8-ші сынып алгебра пәнінің 2-ші тоқсандағы квадрат теңдеулер тақырыбы бойынша БЖБ-ның бірінші нұсқа есептерін ұсынамын. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеоны достарыңызға да жіберіңіздер. Бірінші нұсқада келесідей 4 тапсырма берілген. Олай болса, әрқайсысын жеке қарастырайық. Бірінші тапсырмада берілген теңдеулерді ax квадрат плюс bx плюс c тең 0 түріне келтіріп, a, b, c коэффициенттерін табыңыз дейді. Басқаша айтқанда, мына берілген квадрат теңдеуді ықшамдау керек. X қосу 4-тің квадратын біз қысқаша көбейту формуласын қолдану арқылы ашатын боламыз. Яғни x-тің квадраты қосу x пен 4-ті көбейтіп, оны 2-ке көбейтеміз. Сонда 8x қосу 4-тің квадраты 16. Ары қарай минус 6x квадрат тең. Енді мына жақшаны ашамыз. X-ке көбейтсек x квадрат. Азайту 7 мен x-ті көбейтсек 7x болады. Енді мына жерде балалар қараңыздар, мына теңдіктің оң жағы мен сол жағында да бірдей өрнектер тұр, яғни x квадраттар тұр. Екеуі бір-бірімен жойылып кетеді. Не себепті таңбалары бірдей болып жойылып тұр десеңіздер, мына x квадрат теңдіктің сол жағына өткен кезде ол минус болатын еді, мынаумен қысқаратын еді. Сондықтан оны теңдіктің сол жағына өткізбей-ақ, егер де теңдіктің екі жағында таңбалары бірдей өрнектер тұрса, оларды қысқарта беруге болады. Енді қалғандарының барлығын теңдіктің сол жағына жинастырайық. Олай болса, дәрежесі үлкенінен бастап жазамыз. Яғни минус 6x-тің квадраты, ары қарай қосу 8x, қосу 16. Енді теңдіктің оң жағындағы минус 7x-ті солға қарай өткіземіз. Ол кезде мына минус таңбасы плюске ауысады, плюс 7x болады, тең 0. Енді осы жерде 8x пен 7x-ті қосуға болады, сонда минус 6x-тің квадраты қосу 8-ге 7-ні қоссақ 15x қосу 16. Енді мына a-ның таңбасы минус болмас үшін мына теңдеуді толығымен минус 1-ге көбейтіп жібереміз. Сол кезде 6x-тің квадраты минус 15x минус 16 болып шығады. Себебі минус 1-ге көбейткен кезде таңбалардың барлығы қарама-қарсыға ауысады. Енді осы жерден a, b, c коэффициенттерін табуымыз керек. a дегеніміз ол x квадраттың алдында тұрған коэффициент, яғни 6-ға тең. b дегеніміз x-тің алдында тұрған коэффициент, ол минус 15-ке тең. Және c дегеніміз x жоқ, бос тұрған коэффициент, олай болса c минус 16-ға тең екен. Келесі екінші есеп, 2y квадрат минус 8y минус 5 тең 0 квадрат теңдеудің түбірлерін табыңыз дейді. Және екінші тапсырмасы n-нің қандай мәнінде nx квадрат минус 14x қосу n тең 0 теңдеуінің бірде екі түбірі болады дейді. Яғни x1 мен x2 бір-біріне тең болатын жағдайды табамыз. Алдымен a нұсқасын қарайық. 2y квадрат минус 8y минус 5 тең 0 квадрат теңдеуі, енді осының түбірлерін табамыз. Ол үшін дискриминантты қолданамыз. Дискриминанттың формуласы b квадрат минус 4ac еді. b дегеніміз минус 8, минус 8-дің квадраты 64 болады. Минус 4 көбейту a дегеніміз 2, c дегеніміз минус 5. Енді мына жерде 64 деп жазайықта, мына минус пен мына минус екеуі плюс болып кетеді. Плюс деп қоямыз. 4-ке көбейтсек 8, 8-ді 5-ке көбейтсек 40, сонда 64-ке 40-ты қоссақ 104 шығады. Енді y1-ді табамыз. y1 ол тең формула бойынша минус b болады, және ол мына минус пен плюс болып кетеді. Сонда 8 қосу түбір астында 104 бөлу 2a, a дегеніміз 2-ке тең, сонда 2 көбейту 2 болады. Әзірше осыны көбейтпей, осы қалпы жаза береміз. 8 қосу, мына 104 дегенді түбірдің астында 4 көбейту 26 десек болады. Бөлу 2 көбейту 2 деп қалтырамын. Ары қарай 8 қосу, мына жерде енді 4 түбірдің астынан шығады, ол 2 болады. 2 түбір астында 26 бөлу 2 көбейту 2. Енді мына жерде қарасақ, 8 бен 2, олардан жақшаның сыртына ұқсас көбейткішті, яғни 2-ні шығарып тастауға болады. Сонда 4 қосу түбір астында 26 қалады жақшаның ішінде, бөлу 2 көбейту 2. Міне дәл осы үшін біз 2 мен 2-ні көбейтпей отыр едік. 2 мен 2-ні қысқартамыз. Сонда y1-дің жауабы 4 қосу түбір астында 26
бөлу 2 болады. 26 түбір астынан шықпайды, сол себепті жауабымыз осы қалпында қалдырамыз. Енді y2 дегеніміз дәл осы өрнек, бірақ түбірдің алдында минус болады, яғни 8 минус түбір астында 104 бөлу 2 көбейту 2. Енді оның барлығын мына сияқты ашып жазып жатпай қояйын. Бірден түсінікті. 104 қайтадан біз 4 көбейту 26 деп аламыз. Одан кейін ұқсас көбейткішті жақшаның сыртынан шығарамыз, қысқартамыз. Сондағы шығатын жауабымыз 4 азайту түбір астында 26 бөлу 2 болады. Енді Б нұсқасын қарастырайық. Бізге n-нің қандай мәнінде мына берілген теңдеудің 1/2 түбірі болады деген. Яғни nx квадрат минус 14x қосу n деп жазып алайық, тең 0 деп. Енді бұл жерде x1 мен x2 бір-біріне тең болатындай жағдай, ол дискриминант 0-ге тең болған кезде. Ал дискриминант 0-ге тең болады деген сөз, дискриминантымыз ол b квадрат минус 4ac еді. Осы өрнек 0-ге тең болу керек. Егер де осы өрнек 0-ге тең болады десек, онда b квадратымыз ол тең болады 4ac-ға екен. Енді b-ны қараңыздар. b-ның орнында біздің мәніміз бар, ол минус 14. Сонда b квадрат ол 14-тің квадраты тең 4 көбейту a-ның орнында n тұр. Көбейту с-ның орнында тағы да n тұр. Көбейту n болады. Енді мен мына жаққа қарай жазайын. n мен n-ді көбейтсек n квадрат болады. Ол тең. Мына 4 14-ке қарай өткен кезде бөлінеді. 14-тің квадратын 14 көбейту 14 деп жазып алайын. Бөлу, біз жағына 4 бөлініп барады дедік. Енді 4 дегенді 2 көбейту 2 деп жазайық. Не үшін? Өйткені мыналарды қысқарту үшін жаздық. 14 пен 2-ні қысқартамыз, 2-де 2-ге бөлінеді, мында 1 қалады, мында 7 қалады. Дәл сол сияқты тағы да 14 пен 2-ні қысқартамыз, 1 қалады, 7 қалады. Сонда n-нің квадраты ол тең 7-ге 7-ні көбейтсек 49, және оны 1-ге бөлсек 49-дың өзі болады. n квадрат 49-ға болатындай n-нің мәнін табамыз, яғни n 7-ге тең және n минус 7-ге тең болады. Осы екі мәнді қойған кезде мына теңдеуіміз бізде бір түбірі болады екен. Яғни n-нің орнына 7-ні немесе минус 7-ні қоятын болсақ, мына берілген квадрат теңдеудің бір түбірі ғана болады екен. Келесі үшінші есеп, кері вет теоремасын қолданып, түбірлері x1 2,5-ке тең және x2 минус 6-ға тең болатын келтірілген квадрат теңдеуді жазыңыз дейді. Вет теоремасы бойынша квадрат теңдеу x квадрат плюс px плюс q тең 0 деген түрде берілетін еді. Және бұл жердегі екі түбір x1 мен x2-ның қосындысы ол минус p-ға тең, ал x1 мен x2-ның көбейтіндісі ол q-ға тең деп айтылатын еді, вет теоремасы бойынша. Енді осыны қолданамыз, ары қарай жалғастырайық. Бізде x1 мен x2 белгілі, онда солардың мәндерін қоямыз. x1 2,5, оған қосамыз минус 6-ны, сол кезде бізде минус p шығады екен, және 2,5-ті көбейтеміз минус 6-ға, сол кезде бізде q шығады. Енді есептейміз. Мына жерде 2,5, оған минус 6-ны қоссақ, минус 3,5 болады, және ол тең минус p-ға. Ал 2,5-ті 6-ға көбейтетін болсақ, минус 15 шығады, ол тең q-ға. Енді p мен q-дің мәнін жазатын болсақ, p ол 3,5-ке тең, себебі міне екеуде минус болып тұр, екеуінде минус 1-ге көбейт жүрсек, екеуде плюс болып кетеді. Және біз p арқылы жазып жатырмыз. Және q-дің да мына екеуінің орнына ауыстырып жазатын болсақ, q ол минус 15-ке тең екен. Енді қараңыздар, p мен q-дің мәнін таптық, енді мына квадрат теңдеудің орнына қоя қоямыз. Сонда келтірілген квадрат теңдеуіміз x квадрат, p дегеніміз 3,5 болды ғой, яғни қосу 3,5x, ал q дегеніміз минус 15 болды. Сондықтан q-дің орнына минус 15 деп қоямыз. Тең 0. Келесі төртінші есеп. Тік төртбұрышты тәрізді жер учаскесінің ауданы x квадрат минус 16x қосу 48 метр квадратқа тең. Екі тапсырмамыз бар. Біріншісінде x квадрат минус 16x қосу 48 ол x қосу a мен x қосу b-ның көбейтіндісі болса, онда a және b мәндерін табыңыз дейді. Және екінші тапсырма, егер
тік төртбұрыштың ұзындығы x қосу a, ал ені x қосу b болса, онда анықталған a және b мәндерін қолданып, жер учаскесінің периметрін өрнектеңіз. A тапсырмасынан бастайық. Бұл жерде x квадрат минус 16x қосу 48, ол тең x қосу a көбейтілген x қосу b деп беріліп тұр. Мына x квадрат дегенді x көбейту x деп алсақ болады. Яғни x-ті x-ке көбейтсек, x-тің квадраты шығады. Енді мына 48 деген санды да біз екі санның көбейтіндісі түрінде жазамыз, бірақ ол екі санның қосындысы мына минус 16-ны беру керек. Минус 12 мен минус 4 деп алсақ болады. Солай ғой, минус 12 мен минус 4-ті қоссақ, ол минус 16 болады, ал минус 12 мен минус 4-ті көбейтсек, ол 48 болады. Енді осыларды бір-бірімен жақшаға көбейту арқылы жазуға болады. Былайынан x минус 12 бірінші жақшада көбейтілген x минус 4, ол тең x қосу a және көбейтілген x қосу b-ға деп. Сонда мінекей қарап отырсақ, a-ның орнында минус 12 тұр, ал b-ның орнында минус 4 тұр. Осылайша жазып аламыз. a тең минус 12-ге және b тең минус 4-ге. Енді b-ның тапсырмасын орындайық. Тіктөртбұрыштың ұзындығы x қосу a деді, ені x қосу b деді. Және a мен b мәндерін қолданамыз да, жер учаскесінің периметрін табамыз. Бірінші периметрді жазып алайық. Периметр дегеніміз не еді? Тіктөртбұрыштың периметрі дегеніміз оның ені мен ұзындығын қосып, 12-ге көбейту керек. Солай ғой. Мынау a қабырғасы десек, мынау b қабырғасы десек, мінекей периметр дегеніміз ол 2 еселенген a қосу b еді. Дәл осы сияқты біз мына есебіміздің мәні бойынша периметрді жазамыз. Яғни 2 еселенген жақшаның ішінде ұзындық x қосу a ол бізде, жақшаға алып жазайын. Оған қосамыз тіктөртбұрыштың енін. Ені ол x қосу b. Енді осы өрнекті ары қарай ықшамдайық. 2 жақшаның ішінде мынаның барлығын ашатын болсақ, x қосу a қосу x қосу b болады. Енді x пен x-ті бір-біріне қосып жіберуге болады. Сонда 2 көбейтілген 2x, міне мына x-терді қосып жібердік. Қосу a қосу b. Енді осы жерде анықталған a және b мәндерін қолданып деген. Міне біздің анықталған a және b мәндеріміз бар. Соларды орнына қоямыз. 2 көбейту 2x, a дегеніміз минус 12, b дегеніміз минус 4. Сонда 2 көбейту 2x, минус 12 мен минус 4, ол минус 16 болады. Ары қарай есептесек, мына жақшаны ашамыз. 2-ні 2x-ке көбейтсек 4x, азайту 2-ні 16-ға көбейтсек 32. Сонда жер учаскесінің периметрі 4x минус 32 болып қалады екен. Біз бұны ары қарай есептей алмаймыз, өйткені x-тің мәні белгісіз, сондықтан осы қалпында қалдырамыз. Балалар, осымен бүгінгі қарастыратын есептеріміз аяқталды. Есептердің шығарылу жолы түсінікті болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп және қоңыраушаны басыңыздар. Сонымен қатар осы видеоны достарыңызға да жіберіңіздер. Ал мен сіздермен келесі видеоға дейін қоштасамын. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен болған Айнұр апай, оңай математика каналы.